Күннің ауа райы құдды бір көктемдерсің, даланың ауа райы өте керемет болып тұр. Бақыттан басым айналып осылай далаға шыға қойсам. Ойбай. Ойбай, маған отпускіге шығу керек уже. Ойбай, не болды? Больничный ма бір нәрсе алу керек маған. Ойбай, қызым, сен отпускіге шықсаң, тамақты бұлар неге істейді? 10 жыл жұмыс істеп саған адам сақтап қалдым. Шыдаймаймын мен. Ойбай, сен де түсініп, таңның еркеден газың үстіне тұрасың. Жүр ана қазайының талада құтырып. Біздің сыртымызды жоқ қойса қайтеді, сатпақ қылмай. Ойбай, бағың ақыл бермейді-ау. Ауа райын тамашалап далада жүр, не керек десе бұған. Ой, сендерді оя беріңдерші, менің үстімді қарасаң да сатпақ менің үстіме қалай тамақ істеп жүр. Ей, чотам, арттан әңгіме айтқанды қатырасыңдар сендер. Бір сәт өздеріңді жалғыз қалдырса тек артынан өсек айтудан бірінші орын аласыңдар сендер бар ғой. Мен сендерді алтын құрбым, подругам деп жүрсе, менің артымнан мынандай өсек айтып тұрсыңдар ғой. Қанша жыл біргеміз, сонда артымнан өсекті осылай айтуға бола ма екен деп бұларға ашуландым да, срочно сендердің ауыздарыңды жабу керек дедім да, апыл-ғапыл киініп далаға магазинге қарай жолға шықтым. Құдды бір сырттары жуылмай жүрген сияқты күнде жуып жатырмын деп магазинге ашумен бардым да, магазинге барып сендердің ауыздарыңды жабатын бірдеңе тауып алып келем деп ашуланып магазинге қарай жол тартып кеттім. Былай негізі ойлап қарасам бар ғой, бірақ қазанның да бір айтатындай, ашуланатындай бар. Қасқаны 24-те жеті босатпаймыз ғой, газың бетінен босатпаймыз. Қазанның неше түр ата түрі бар, бірақ білмеймін, сол қазаннан айырмаймыз, сол қазанды жақсы көреміз ғой. Сіздердің де сондай любимый қазандарыңыз бар ма үйлеріңізде? Бірақ қаншашылық менімен бірге тұрып жатқан қазаннан осындай әңгіме күтпедім дедім да, ашуланып бардым да магазинге барып 2 азелетті ашуланып тұрып 2 азелеттен алып алғам ғой. Қазір тақылдаған таңдайларыңды үзем дедім да, осы 2 азелеттен. Жатам, қайсысын келесіңдер, бірінші қайсысын сыбылдап жатқан жаңа? Қазан ғой, қазан. Келіңдер, майларыңды шашыратып жіберейік. Иә, келіңдер, үшеуміз бірге шашыратайық дедім. Келіңдер, қалай шашамыз, былай шашамыз ба, бір-бірімен атыстырып, осылай қайсың бірінші кетесіңдер деп, осылай бір азелетті алып алдым да, бірақ ең бірінші қорғаныс керек дедім. Бұл азелеттер апасыны, бұларға маска киіп алып, қолдарыңа перчат киіп алмасаңдар, кәдімгідей улы ғой бұл азелет деген. Ішіңе кіріп кетіп, ішіңді да ула жібереді, ола ойбай құрсын, мені өлтіріп тастар дедім да, аптекадан осындай перчаткамен қолбақты алып алдым да, киіп алдым. Осы кезде бір мамамның айтқан сөзі есіме түсіп тұр. Үйге келген қонағың сенің дастарханыңа не зат бар деп без, сенің ыдыс-аяғыңа бірінші қарайды, сондықтан ыдыс-аяғың бірінші таза тұрсын деп мамам айтушы еді бұрын. Осы кезде де бір мамамның айтқан сөзін орындап жіберемін, қазандарды да бір ауыз тазалатып жіберейін деп, келіңдер дедім да, бірінші очередь келдім да, осылай бір азелетті ашып алдым да, бәрінің үстеріне сеуіп шығып, рахаттанып сеуіп алдым ғой. Бірақ ыдыс-аяғың таза тұрса да өзіңе де приятно ғой, шайыңды да приятно ішесің. Енді күнделікті қолданатын ыдыс болғаннан кейін тез кір болып қалады ғой бұларда. Ойбай, мынау не деген соншама кір, анау мынау деп маған әңгіме айтпай қойыңыздаршы. Осы менің аудиториямда пікір айтқыштар көп. Бірақ айта беріңіздер, біз сынмен көтерілеміз ғой өзі. Қазір деген бәрібір болды ғой, кім не десе дей берсін, қойшы деп қолымды бір сілтеймін, қазір вообще көңіл аудармайтын болды. Солай не керек, шайдай майдай болып дата болып мына шайниктердің сыртынан өзім көрініп тұрмын ғой, көріп тұрғандарыңыздай. Азелетке бар ғой, риза боласың ғой ше, майыңды сыпырып жібереді ғой, сыпырып. Осы азелеттен шығарған адамды бар ғой, кеш маңдайыңнан бір сүйіп алайын. Манағы шақылдап сөйлеп жатқан газдарыңның өзі сөйлей алмай қалды ғой менің азелетіме. Солай бүгін қазан, мазан, газ бәрінің аузын жаптым.